Қазақстандық 68 атлет арнайы олимпиада ойындарына қатысу үшін Лос-Анджелеске аттанды. Ел командасы спорттың 15 түрінен бақ сынайды. Қазақстандық спортшылар қоржынға 45 медаль салуды көздеп отыр. Қостанайлық Анна Бражникова алғаш рет қазақстандық құрама сапында арнайы олимпиадалық ойындарға қатысады. Бұл жарыс ақыл ой мүмкіндігі шектеулі жандар арасында өткізілмек. Я буду выступать. Мен өз командаммен бірге өнер көрсетем. Анам менен бөлек отырады. Мен құрама мен Қазақстанды ұятқа қалдырмас үшін барымды саламын. Я поняла, что Аня меняется. Қызымның өзгеріп келе жатқанын түсіндім. Бұл Даун синдромы. Кейбір белгілері бет-келбетінен көрініп тұрады. Ол дәл осындай жарыстардан келгенде көзімде нұр пайда болатындығын байқаймын. Анна қазір 20 жаста. Ол мектепті бітіріп, бүгінде кондитер аспазшы мамандығы бойынша білім алуда. Лос-Анджелесте оны командасымен бірге белгілі спортшылар және кино жұлдыздарымен кездесу күтіп тұр. Сонымен қатар суда жүзу, волейбол, гольф, үстел теннисі және баскетбол сияқты спорттың 15 түрінен жарысқа қатысады. Қазақстандық спортшылар 15 алтын, 15 күміс және 15 қола медаль алып қайтуды жоспарлап отыр. Для ребят, которые выезжают на эти... Олар үйлеріне басқаша көзқараспен қайтады. Медаль алып, өздерін бақытты сезінеді. Олар да спорт жұлдыздарына ұқсағысы келеді. Оларға еліктейді. Қазір Қазақстанда 10 мыңнан астам адамның ақыл ой мүмкіндігі шектеулі. 60 жылдары құрылған Special Olympics қозғалысы соның 5-тен 1 бөлігін ғана қамтиды екен. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстар жандандыруды талап етеді. Көсірайып берген қызы Руслан Бақытбекұлы, Галина Полевая, Айдар Абдешев, 24 KZ, Алматы.